Ертеде шағын ауылда еңбекқор әрі мейірімді мақта қыз өмір сүріпті. Оның үйінде сүйкімді, бірақ сәл тентек мысық өмір сүріпті. Бір күні мысық байқаусызда бір істі бүлдіріп алады. Мақта қыз оған ренжіп, егер сен маған сүт әкеліп берсең, мен сені кешіремін, дейді. Мысық қатты ұялып, қателігін түзету үшін жолға шығады. Мысық алдымен сиырға барады. Сиыр апа, маған сүт берші, дейді ол. Сиыр басын жайқап, сен бірінші маған жапырақ бер, дейді. Мысық енді талға барады. Тал, маған жапырақ берші, дейді. Тал, сен бірінші маған су әкеп бер, дейді. Жолмен келе жатып су тасып жүрген қыздарды көреді. Қыздар, маған су бересіңдер ме, дейді мысық. Қыздар күліп, біз саған су береміз, егер бізге сағыз әкеліп берсең, дейді. Енді дүкенге барады. Дүкенші аға, маған сағыз беріңізші, дейді. Дүкенші ойланып, сен бірінші маған жұмыртқа әкеп бер, дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші, дейді. Тауық, сен бірінші маған жем әкеп бер, дейді. Сол кезде ол тышқанды көреді. Тышқан аузына бір қап жем алып бара жатыр екен. Мысық оны ұстап алып, жаның барында маған жем бер, дейді. Тышқан қорқып кетеді, жемін мысыққа береді. Мысық жемді тауыққа апарады. Тауық қуанып жұмыртқа береді. Мысық жұмыртқаны дүкеншіге апарады. Дүкенші уәдесінде тұрып сағыз береді. Мысық сағызды қыздарға апарады. Қыздар оған су береді. Қыздар суды талға құяды. Тал оған жапырақ береді. Мысық жапырақты сиырға апарады. Сиыр оған сүт береді. Мысық сүтті алып мақта қызға келеді. Мақта қыз мысыққа қарап күлімсіреп, жарайсың, сен еңбектеніп, қателігіңді түзедің, дейді. Сол күннен бастап мақта қыз бен мысық тату дос болыпты.